Баршаларыңызға сәлем, менің сүйікті көрермендерім. Бүгін мен сіздерге ауызға тисе еріп кететіндей сондай жұмсақ әрі күтірлеп тұрған самсаны көрсетпекшімін. Әрине бұл самсаның құпиясы қамырында. Яғни біз бұл қамырды ешқандай су қоспай майға илейтін боламыз. Сол себепті менің сүйікті көрермендерім видеоны соңына дейін қараймыз. Ең бірінші біз 600 грамм ұнға 200 грамм сары майды салып, қолымызбенен бір келкі қылып, ұнды әбден былғаймыз. Май ұнның бойына әбден сіңіп, бір қалыпты болған кезде, ауызға тиген кезде жұмсақ күтірлеп тұрған коржик сияқты болып, тамаша болып ауыздарыңызға ере беретіндей қамыр болады. Әрине бұл самсаның құпиясы өздеріңізге айтып кеткен алдындағы видеода біздің тестамызда. Егер тестамыз ең тамаша болып иленетін болса, тестамыз дәмді болып шығады. Әрине тесто дәмді болған жағдайда ішіндегі салмасы да дәмді болатыны ол сөзсіз. Енді осы ұнды қарап отырсаңыздар, сары майды салғаннан кейін өздеріңіз көріп тұрсыздар, уже күтірлік екендігі көрініп тұр. Енді осының үстіне бір жұмыртқаны жарамыз. Енді жұмыртқаның үстіне бір чайная ложка тұз саламыз. Енді осы қамыр қопсытқышты қосамыз. Қамыр қопсытқышты салған кезде қамырымыз, майға иленген қамырымыз көтеріліп әдемі болып тұрады. Сол себепті қопсытқыш саламыз. Және үстіне қою қаймақ саламыз. Яғни бұл магазиннің қаймағы. Қолдың қаймағы болмайды. Магазиннің проценті аздау қаймақты саламыз. Қаймақты салғаннан кейін уже біз илеп бастаймыз. Әбден иін қандырып, арасында іртік қалмайтындай етіп илейміз. Өздеріңіз көріп тұрғандағыдай бұл жерде май қосылғандықтан қамырымыздың басы сәл бірікпеуі мүмкін. Бірақ илей келе қамыр өзі сондай жұмсақ болып иленетін болады. Яғни басы бірігеді. Өйткені бұның ішінде қаймақ бар. Қаймақтың суымен қосылғанда қамырымыз біздің жақсы иығанып, тамаша қамыр болып шығады. Әрине әбден илейміз, жұдырықтаймыз, алақанымызбенен әбден түртіп, жұдырықтап, иін қандырамыз. Арасында сары майларымыз салған, тұзымыздың бәрі бірыңғай еру керек, бәрі бір қалыпты қамырға сіңу керек. Сол кезде біздің қамырымыз өте тамаша қамыр болып, ауызға тигенде еріп тұратындай қамыр болып шығады. Манты болсын, самса болсын, қандай болған жағдайда қамыр жақсы иленетін болса, қамырды тоқпақтап әбден иін қанған қамырдың езілмейтін және де жыртылмайтындай сондай тамаша болып шығады. Әрбір тамақтың негізі құпиясы ол қамырында. Сол себепті біз қамырды әбден иін қандырып илейміз. Міне қазір енді табақтан алып, біз дастарханның үстіне тағы да жұдырықтап алып илейтін боламыз. Менің сүйікті көрермендерім, менің алдағы уақытта көптеген сіздерге рецепттермен таныстыратын боламын. Сол себепті сіздерден каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар, басқа да рецепттерімді жіберіп алмас үшін. Мінекей қамырымыз дайын болып қалды. Енді осы қамырымызды сәл жұдырықтап илеп алып қалғаннан кейін өздеріңіз көріп тұрғандай сары қамыр болды. Жұмсақ сары қамыр болды. Енді осыны пищевой пакетке жақсылап орап, бір жарты сағатқа қойып қоямыз. Өзі иығанып, біраз жұмсарып тұрады. Ал енді қазір біз бұны ыдысқа салып қоямыз. Қолмен біраз жұдырықтап алайын.
ыдысқа салып бөліп қойып тұрамыз. Енді осының етін басамыз. Қазір біз ең бірінші қойдың құйрық майын алып, жақсылап шығартып, кесіп, самсаның ішіне салуға дайындаймыз. Арасын шұқағып өстіла кесіп аламын. Өйткені тураған кезде өте майда болып шығады. Енді осы майды біз жақсылап тұрып көбіктеп турайтын боламыз. Самсаның ішінде бұл ірі көбік болып көрініп тұрады. Және де жеген кезде самсамыз өте майлы, әрі сочный болып тұрады. Мына енді осы майларымызды жақсылап турап, көбіктеп турап саламыз. Бірінің үстіне бірін қойып алып, бірден сразу бәрін бірақке турап алғанда өнімді болады. Мен барлық нәрсені де дәл осылай тураймын. Бірінің үстіне бірін қойып, бірақ турап алатын қылып өндіріп аламын. Міне көбік болып, әдемі болып шықты. Қойдың құйрық майын кемінде 300 грамм қосамыз. Болды, дайын болып қалды. Енді қалғанын қоспаймыз. Осының өзі жетеді. Мен кемінде 300 граммдай қостым. Көбік болып шықты, өздеріңіз көріп отырғандағыдай. Енді жуаны жақсылап, маған 2 ірі үлкен жуа жетеді. Осы 2 ірі үлкен жуаны майдалап, турап дайындап аламыз. Негізі көбірек қосуға да болады әрине жуаны, бірақ мен ең ірі болса 2 жуаны қосамын. Неғұрлым жуаны көбірек қоса пиязды, соғұрлым әдемі дәмді болып шығады. Ал мен бұл жерде 2 ірі пиязды қостым. Жақсылап майдалап аламыз, арасында әрі кетіп қалмау керек. Жуамыз дайын болды. Енді өздеріңіз көріп отырғандай, қазір бұл жерге біз тұзын қосамыз. Майды қосамыз ең бірінші. Және де бұл жерге тұзын қосамыз. Мен 1 чайный ложка жобалап қостым. Көз мөлшерменен сіздер өздеріңіз өлшеп қоссаңыздар болады. Енді осы жерде мен кориандр қосамын. Кориандр самсаның дәмін келтіріп, дәмді болып тұрады. Кориандр қостым. Енді осы жерге оливковый масладан араластырамын. Енді осының бәрін жақсылап тұрып, біркелкі қылып, тұзын бәрін біркелкі араласатындай етіп, қолмен жақсылап бұлғап аламыз. Көріп отырғандай, мен үлкен 2 ірі жуа пияз қосқандықтан, пиязымның мөлшері жеткілікті болып тұр. Ал енді сіздер өздеріңізде көбірек қосам десеңіздер, ол да болады. Жуа көбірек қосылған сайын самсамыз біздің дәмді болады. Салмамыз біздің дайын болды. Енді қамырына кірісеміз. Қамырымыздың иығы қанып тұр. Осы қамырымызды қазір деген біз 4-ке бөліп аламыз.
Қамырымыз өте жұмсақ әрі жабыспайтын қамыр болып тұр. Енді осылардың барлығын біркелкі қылып бөлшектеп самсаға дайындап аламыз. Мен өзім көз мөлшермен жобалап біркелкі қылып тураймын. Сіздерді өздеріңіз бәрін бір қатарға қойып, бірден сразу келісіп алсаңыздар да болады. Мен енді қолым үйренгендіктен бәрін осылай бөлшек қылып турап ала аламын. Енді осы қамырларымызды жақсылап қолмен домалақтап аламыз, жаюға ыңғайлы болу үшін. Міне осындай етіп домалақтап аламыз. Жайған кезде өте ыңғайлы болады. Міне бәрі осындай біркелкі домалақ болды. Енді осының бетін қатып қайысып қалмас үшін бетін пакетпен жауып қоямыз да шетінен алып отырып жаямыз. Қамырымыз әрине бұл жерде майлы болды. Піскен кезде аузыңызға өзін ере беретіндей қамыр болды. Енді осыны шетінен жайып бастаймыз. Ұнға аздап алып аламыз, себебі жайғанда ыңғайлы болады. Неғұрлым мол болса, жаюы жылдам болады. Домалақтап бәрін осында біркелкі қылып жайып аламыз. Әрине жұқа етіп жаямыз, өйткені біз бірнеше рет ораған кезде қамырымыз біздің жұқа әрі дәмді болады. Дәл осылай етіп барлық қамырымызды жайып шығамыз. Қамыр майлы болғандықтан жылдам жайылады. Ұнға малып отырсаңыздар, қамыр жылдам жайылады. Сүйікті менің көрермендерім, сіздерге қамырдың сәл қалыңдау болғанын қаласаңыздар, дәлмен құсатып жұмсартып, жұқалатып жаймай-ақ сәл қалыңғы жаюға да болады. Бәрібірде нан өте жұмсақ әрі күтірлеген, ауызға тигенде еріп тұратындай қамыр болады. Мына қамырымызды уже біз барлығын жайып болып қалдық. Міне болып қалдық. Енді біз осы қамырларымызды бір шетін жай ғана тіліп, осындай. Міне осындай етіп тіліп, етін саламыз. Етін салғаннан кейін қамырдың тілген жағын ұшына барып орап бастаймыз. Дәл осылай орап бірнеше рет. Негізі мына қамырдың астыңғы жағын ішіне ора жіберуге де болады. Бірақ мен осылай орап астыңғы жағын буып тастаймын. Міне осылай. Дәл осындай етіп буып тастасаңыздар да болады. Немесе ора жіберсеңіздер де, ішке қарай ора жіберсеңіздер де болады. Мінекей өстіп подносқа салып, шетіне дайындай береміз. Бәрі дайындап қойдым. Мінекей өздеріңіз көріп отқандай жұмыртқаның сарысын бетіне жағып, күнжітті және де мақты бетіне сеуіп қойсаңыздар болады. Біздің самсамыз уже пеште пісіп болды. Өздеріңіз көріп отқандағыдай. Мінекей менің сүйікті көрермендерім,
осындай ауызға тигенде еріп тұратындай күтірлеп, өзіне өзі пушистый болып тілге тисе еріп тұратындай тестоменен самсамыз пісті. Бұл негізі тандырға пісетін самса біз духовкаға пісіріп алдық. Жегенде тандырға піскендей тамаша самса болып шығады. Менің сүйікті көрермендерім, алдағы уақытта мен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп қойыңыздар.